Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз жалпы халық ауыз әдебиеті. Ары қарай жалғастырамыз, соның бір саласы ол бізде батырлық жырлар, яғни батырлар жыры десек болады. Жалпы батырлар жыры дегеніміз не? Батырлар жырын біз эпостық жырлар деп те айтамыз, яғни бізде эпостық жырлар деп те келеді. Тұтас бір дәуірдің жан жақты жақтарын қамти отырып, сол кезеңдегі батырлардың сыртқы жауға көрсеткен қарсылығын, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтарды, тартыстарды бейнелеп көрсететін жырларды біз жалпы батырлар жыр дейміз. Яғни батырлардың ел үшін, жер үшін, атамекен үшін күрескен ерліктерін баяндайтын жырлар ол бізде батырлар жыры деп аталады. Жалпы батырлар жыры, біз батырлар жырын үш кезеңге бөліп қарастырамыз. Ол бізде ең көне замандағы эпостар дейді, яғни ең көне замандағы эпостық жырлар, батырлық жырлары. Оған біз Құламергенді жатқызамыз, оған біз Дотан батырды, оған біз Құбағұл, Жоямерген, Атила, Ергенекөн сынды жырларды біз сонау ең көне заманғы эпостар деп жатқызамыз. Ал осы қазақ хандығы кезіндегі эпостар деген бар, яғни қазақ хандығы тұсындағы батырлар, сол кезеңде өмір сүрген батырлар туралы батырлық жырлар. Оның басында бізде Ертарғын батыр жыры, Қамбар батыр, Қобланды батыр, Алпамыс, Едіге батыр жырлары бұл қазақ хандығы кезіндегі эпостық жырларға жатады. Енді одан кейінгі бізде ол жаңа дәуірдегі эпостар дейді, яғни жаңа дәуірдегі батырлық жырлар. Оған біз Өтеген батырды жатқызамыз, оған біз Еспенбет, Досан батыр, Нарғыз батыр сынды біз батырларды жатқыза аламыз. Жалпы батырлық жырлар, яғни батырлар жыры бізде бізде батырлар жыры бар деп айта аламыз. Ол Ертарғын батыр жыры, Алпамыс батыр жыры, Қобланды батыр жыры және Қамбар батыр жыры. Осы батырлар жырының ішіндегі біздің танысатынымыз ол Қобланды батыр. Яғни Қобланды батыр ол осы жырдың ең негізгі басты кейіпкері деуімізге әбден болады. Қобланды батыр жырының негізгі кейіпкері Қобланды, оның атасы бізде Тоқтарбай. Тоқтарбай 90-ға келгенше ешбір перзент көрмей перзентке зар болады. Сөйтіп аналық екеуі, оның анасын аналық дейді, яғни аналық екеуі перзентке зар болып жүрген кезде олардың Қобланды және Қарлығаш деп аталатын бір ұл бір қыздар дүниеге келеді. Яғни Қобланды ағасы болса, Қарлығаш ол Қобландының қарындасы. Міне Қобланды кішкене кезінен бастап Қобландының әкесі батырлыққа, ерлікке баулы жүріп, оны өзінің қол астындағы 90 құлының бастығы Естемістің қол астына береді. Міне Қобланды кішкентай кезінен сол Естемістің қолында өседі. Естеміс ол Тоқтарбайдың 90 құлының бастығы, ол бізде Естеміс. Яғни Естеміс ол бізде 90 құлдың бастығы. Міне Тоқтарбайдың 90 құлының бастығы. Өзі жыр жолдарында айтып келеді бізде, Тоқтарбайдың жылқыда 90 құлы бар еді, 90-ның бастығы Естеміс деген ер еді дейді. Мінекей осы Қобландының жалпы өсуінің өзі бұл, яғни осы Естемістің қолында өседі. Ол сол Естеміс оған өзінің жүйрігін таңдап береді. Ол туралы жырда былай айтады, Қобландының бұл күнде дулығасы басында тайбұрыл тазысын еткен соңына қаршығасы қолында деп міне өзінің жыр жолдарында келеді. Яғни бұл сол кезінде аң аулап, аңшылыққа жүріп, осы Естемістің қасында болады. Бір күні осы Естеміс екеуі жылқыда жатқан кезде бір таудың астынан, яғни таудың артынан бір дыбыстар, шулаған дыбыстар шығады. Бұл дыбыс не деп Қобланды Естемістен сұраған кезде Естеміс оған айтқысы келмейді. Ол бізде Қазан, яғни ол ел бізде Көктім-Аймақ ханы. Міне сол Көктім-Аймақ ханының елі, яғни Қызылбасты елі болатын. Сол елде бір үлкен жарыс өтіп жатыр. Ол қандай жарыс деп жарыс екендігін Естеміс ол Қобландыға айтқысы келмейді, бірақ Қобланды қояды қоймауын сұрап алады. Ол жерде Көктім-Аймақ ханы өзінің Құртқа деп аталатын қызын, яғни қызын тұрмысқа беру үшін не дейді, жарыс ұйымдастырып жатыр дейді. Яғни ай астындағы теңгені кім іліп түсірсе, кім аттың үстінен іліп алатын болса, сол жігітке, сол батырға өзінің Құртқа деген қызын күйеуге бермекші болады. Міне сол
жарысқа, сол бір сынға түсу үшін қаншама батырлар сонда барып өзінің бағын сынап көреді. Сол кезде осы құртқаға баруға ынтық болған Қобыландының да барғысы келеді, алайда естеміз оны жібергісі келмейді. Бірақ қойарда қоймай Қобыланды өзінің дегенін жасап, осы сол елге барады. Мінекей сол елге барғаннан кейін бұл құртқаға ғашық болып, әлгі теңгені атып түсіріп, құртқаны өзіне жар етпек болып алып кететін кезде, оған сол елдің Қызылбасты елінің шыққан ер Қазан деген, бұл да құртқаға ғашық, яғни Қазан ер дейді. Бұл да осы құртқаға ғашық болады. Сөйтіп бұл екеуі енді жекпе-жекке яғни шықпақшы болады. Сөйтіп екеуі күресіп, осы Қазан ерді Қобыланды батыр жеңіп, жырдың соңында құртқаны өзіне жар етеді. Мінекей сөйтіп оны құртқаны өзінің еліне алып қайтады. Бізде Қобыландының тұлпары бар болатын, ол Қобыландының тұлпары бізде Тайбұрыл. Қобыландының тұлпары бізде Тайбұрыл деп айтамыз. Ал Қазанның тұлпары Қарақасқа ат деп айтылады. Мінекей Қарлыға ол бізде осы кімнің мынау Қобыландыға ғашық болатын батыр қыздың бірі десек болады. Бұл туралы енді жалпы толығымен бізде мектеп бағдарламасында толығымен айтылмайды. Жырдың толық нұсқасы үзіндісі ретінде берілген. Міне осы нәрсені мен сіздерге сілтеме жасап айта кетем. 6-шы сыныптың мектеп бағдарламасынан осы бір жырдың үзіндісін сіздерге оқып алуға кеңес беремін. Мінекей бұл Қобыланды батыр жыры. Негізгі кейіпкерлерін мен сіздерге айтып өттім. Ол бізде Тоқтарбай, Қобыландының атасы, осы Қобыландының өзі, және Көктім-Аймақ ханы, Қызылбасты елінің ханы. Құртқа ол бізде Көктім-Аймақ ханының қызы, Қобыландының жары болады, және Қазан ол Қызылбасты елінен шыққан ер, осы Қобыландыға яғни қарсы десек болады. Мінекей одан кейін бізде кім бар? Бізде осы тұлпарлары бар, яғни бізде ол бізде Қобыландының тұлпары Тайбұрыл және Қазанның тұлпары Қарақасқа ат. Мінекей осы нәрселерді есте сақтап қалыңыздар. Келесі бізде енді осы батырлық жырлардан кейінгі жыр, ол бізде лира эпостық жырлар. Яғни лира эпостық жырлар ол бізде ғашықтық жырлары. Ғашықтық жырлары деп отырғанымыз сол кезеңдегі мынау қазақтың лира эпостық дастандарының бір бөлігі. Яғни эпостық дастандарының бір бөлігі ол бізде лира эпостық жырлар. Біз оның қатарына Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Айман Шолпан, Қыз Жібек, Сұлушаш жырларын біз осы халық ауыз әдебиетінің ішіндегі ғашықтық жырларына жатқызамыз деп айтуымызға болады. Енді соның бірі ол бізде ғашықтық жырлары. Жалпы ғашықтық жырларының негізгі тақырыбы ол екі жастың бақытқа жету жолындағы тартысы, олардың қасіреті, олардың махаббаты айтылады. Ал енді батырлық жырда қандай нәрсе айтылады? Батырлық жырда бізде батырдың ел жұртының мүддесі үшін күрескен жыры жырланады. Олардың күресі жырланады. Ғашықтық жырда бізде рулық қарым-қатынастар, жалпы салт дәстүр, әдет ғұрып тақырыптың негізгі арқау етіп алынатын болса, ал батырлық жырда бізде бұлар маңызды рөл атқармайды. Яғни ғашықтық жырда ерекше орын алатын нәрсе махаббат тақырыбы. Сол кезеңдегі рулық қоғам арасындағы мәселелер осы көшпелі өмір қағидаттарымен бірге өрбіп отырады. Ғашықтық жырларының кейіпкерлері бізде реалистік түрде сипатталады. Яғни кейіпкерлері өмірде болған, яғни адамдар өздеріне тән қасиеттерімен бейнеленетін болса, ал бізде батырлық жырларда ол образдар шындықтан гөрі, яғни қиялдан туындаған бейне ретінде болып суреттеледі. Мінекей бұл бізде батырлық жырлары мен ғашықтық жырлардың, яғни екеуінің ұқсастығы және айырмашылығы деп айтуымызға болады. Енді осы жырлардың ішінде ғашықтық жырларының бірі ол бізде Қыз Жібек жыры. Қыз Жібек жыры бұл жалпы
оған негізгі шығуына өзек болған оқиға осы Қыз Жібек пен Төлегеннің арасындағы шынайы махаббат осы жырдың тууына себеп болады. Бұл жырдың бізде 500 жылдық тарихы бар деп айта аламыз, иә. Бұл жырдың негізгі кейіпкері ол бізде Қыз Жібек пен Төлеген осы жырдың негізгі кейіпкері. Яғни негізгі кейіпкері, иә, Қыз Жібек бізде қай жақтікі? Ол бізде Ақжайықтың қызы. Міне осы Жібектің әкесі бізде Сырлыбай хан, ол Сырлыбай ханның қызы, ол бізде Қыз Жібек. Ал Базарбай ол бізде Төлегеннің әкесі. Және ол жердің негізгі кейіпкері ол бізде Қаршыға. Қаршыға ол бізде ханның ақылшысы, уәзірі, ақын қыз. Бұл бізде сұрақта кейіпкерлер сұрағыңызда келуі мүмкін. Және Төлегеннің ең жақын досы деген бізде болады. Ол Төлегеннің ең жақын досы ақын жігіт, ол бізде Шеге. Шегенің бізде бұл жердегі бейнесін, Шегенің рөлін анық көрінетін жері ол осы Төлеген өлгеннен кейін Сансызбай мен Жібектің екеуін қосатын кейіпкер осы бізде Шеге. Яғни екеуін әмеңгерлік дәстүрмен қосатын осы бізде Шеге ақын. Ал енді бұл жердегі бізде ұнамсыз кейіпкер деп айтуымызға болады. Ол бізде кім? Бекежан, яғни Төлегенді атып өлтіреді. Бұл да Қыз Жібекке ғашық десек болады. Және Сансызбай ол жерде бізде Төлегеннің туған інісі. Мінекей бұл осы Төлеген өзі 16-17 жасқа келгенше ол ешқандай да жаңағы өзіне жар іздемейді. Сөйтіп осы саудагер шал болады бізде қосымша тағы бір кейіпкер. Осы саудагер шал келіп осы Төлегенге Ақжайықтың қыздары туралы айтады. Сол қыздар туралы айтқан кезде осы оларды іздеп осы кім жолға шығады Төлеген. Сол кезде жолда осы неге тап болады? Көшке тап болады, яғни 14 көшке тап болады. Көш деп отырғанымыз ол керуен, түйелердің керуені. Соның ішінде бұл Қыз Жібекті іздеген болатын. Яғни міне ол кімнің айтуымен, жаңағы саудагер шалдың айтуымен, одан кейін өзінің досы ол мынау Шегенің айтуымен мінекей. Осы 14 көштен өтіп 14 көшке келген кезде осы Қыз Жібекті көреді. Мінекей сөйтіп бұл Қыз Жібекті ұнатып, сол Қыз Жібекті өзінің еліне алып қайтпақшы болады. Сөйтіп үйіне барып, әкесінен, анасынан рұқсат сұраған кезде, яғни әкесі оған рұқсат бермей қояды. Алайда оны тыңдамай Төлеген жолға аттанып кетеді. Өзімен бірге 250 жорға алып, ол неге аттанады? Сол Ақжайыққа, жаңағы Қыз Жібектің еліне аттанып кетеді. Жолда кездескен әрбір жаңағы керуенді дәл осы кезде көреді. Жолда кездескен әрбір қызға, яғни бұл өзінің бір-бір жаңағы жылқыдан беріп отырады. Осылайша ол кімді жолда құмды жерде бұның жаңа Бекежан осы Төлегенді жаңа атып өлтіреді. Сол кезде ол жаңа әуелеп ұшқан алтығаз, менің осындай арманымды осы неге Қыз Жібекке жеткізе бар деп өзінің ішіндегі арманын ойнайтады. Ол әуелеп ұшқан алтығаз деген өзінің жыр жолдары осы жырда кездеседі. Және бұл жерде бізде жырдың соңында Төлеген өлгеннен кейін оның өлгенін естімейді. Інісі Сансызбай оны іздеп жолға шығады. Сөйтіп Қыз Жібектің еліне келгеннен кейін оның өлгенін естиді. Сөйтіп ол енді жаңағы одан кейін ол еліне қайтпақшы болды. Сол біраз уақыт болып, сол кезде осы Төлеген енді өлгеннен кейін осы кімге, яғни Қалмақтың ханы Хоренде бізде кейіпкер бар. Хорен деген осы Қыз Жібекті өзіне жар етпекші болады. Сол кезде Сансызбай ол Хоренмен не істейді? Күреседі. Хоренмен күресіп жекпе-жекке шығып, Хоренді жеңіп, міне сол Шеге ақынның арқасында, Шегенің араласуымен осы Сансызбай, яғни інісі осы кімді Қыз Жібекті өзіне әмеңгерлік дәстүрмен өзіне жар етеді. Бұл жерде бізде Қыз Жібек жырындағы көрінетін дәстүр, ол жерде бізде әмеңгерлік деп аталатын дәстүр, яғни ағасы өлгеннен кейін оның жарын інісі өзіне жар етіп алып отыр деген дәстүрді біз осы жерден көре аламыз. Мінекей бұл жерден біз осындай әдемі махаббатты, махаббат үшін күресті, екі жастың арасындағы мәселені көтеріледі және қазақтардың арасындағы рулық қарым-қатынас міне болады. Енді бұл жерде бізде Қыз Жібектің портретін де біз осы жерден көреміз. Қыз Жібектің
ақтығы, наурыздың ақша қарындай, екі беттің қызылы, ақ тауықтың қанындай деп мінекей осы жерде Қыз Жібектің де бір ерекше портреті осы жырда жасалып өтіледі. Бұл жырды да сіздер міне 7-ші сыныптың әдебиетінен, мектеп баспасынан сілтеме ретінде сіздерге айта аламын. Тағы да бір толық нұсқасын қарап шығуларыңызға болады. Енді тест тапсырмасына бір тоқталып өтейік. Жалпы эпостық жырлар дейді. Эпостық жырлар дегеніміз біз не дедік? Жаңа батырлық жырлар, батырлар жыры. Қыз Жібек пен Айман-Шолпан бізде ғашықтық жырлар, Қозы-Көпеш Баян-сұлу бізде ғашықтық жыр. Еңлік Кебек, Қалқаман Мамыр бұлар бізде поэма, екеуі де бізде кімнің поэмасы? Шәкәрім Құдайбердіұлының поэмасы. Алпамыс дейді, ол бізде батырлық жыры, ғашықтық жыры бізде Қыз Жібек. Екеуі де бірдей болып отырған бізде Қобыланды және Ертарғын батыр жырлары. Қобыландымен күрескен, құртқаны бағып жатқан ел, ол бізде қызыл ел дейді. Көктім аймақ ханы міне осы қызыл ел болатын дейді. Енді табаны жерге тимеді, көлденең жатқан көк тасты тіктеп деген тұяғы саз балшықтай еледі деген бұл бізде қай аттың сипатына тән жыр. Бізде мектеп бағдарламасында үзінді ретінде берілген батырлық жыры біреу-ақ, ол Қобыланды батыр жыры. Демек, бұл жерде бізде Қобыландының тұлпарын белгілейміз. Қобыландының тұлпары ол жерде бізде Тайбұрыл. Қыз Жібек жырындағы Базарбайға тән нұсқалар дейді. Базарбай бізде бір беткей деп айта аламыз. Базарбайды біз ақылды деп айта аламыз. Біз Базарбайды жауыз кейіпкер ретінде көрсете аламыз. Мінекей, бұл Базарбай бізде кім? Базарбай бізде Төлегеннің әкесі. Жалпы, мінекей, бүгінгі біздің эпостық жырлар, лира эпостық жырларға арналған сабағымыз осымен аяқталды. Сіздер тапсырмаларды, тест тапсырмаларын орындап, және толық нұсқасымен, жалпы жырдың өзімен, мазмұнымен бір танысам десеңіздер, мен айтып өткен сілтемедегі кітаптарды қараңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.